Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ боксының жанкүйерлері, құрметті достар. 2025 жылы біздерде ең үлкен жекпе-жек, точнее 25 жылдың ең үлкен жекпе-жек ретінде 79 кг салмақ дәрежесі бойынша екі салмақтағы әлемнің абсолютті чемпиондары шаршалаң төрін бөлісуі мүмкін. Бұл туралы екі жақта өз мәлімдемелерін жасаған болатын. Бұл Артур Бейтербиев пен Сауль Канело Альварес арасындағы кездесу жайлы айтып отырмын. Канело, өздеріңіз білесіздер, 76 келі салмақ дәрежесінде әлемнің абсолютті чемпионы болды. Енді бүгінгі күнде жақында ғана өзі IBF тұжырымынан отказ беріп, ол салмақта жаңа чемпион кубалық боксшы, ресейлік боксшыны жеңіп, IBF тұжырымының иегері болған болатын. Қос боксшының арасында бәсекеге тігілетін белбеулер ол әрине Артур Бейтербиевтің, яғни 79 келі салмақ дәрежесіндегі әлемнің абсолютті чемпионы атағы сарапқа салынады. Бұл туралы Топранг промоутерлік компаниясының басшысы Боб Арум өзінің сұхбаттарының бірінде осыдан 1-2 күн бұрын бұл жекпе-жекке байланысты, нақты осы тақырыпқа байланысты ресми түрде мәлімдеді. Және бұл туралы Канелоның командасы да ақпараттарды жоққа шығармады. Сол әңгімелердің болып атқанын растады және де өздерінің жауаптарын да айтты. Жақсы ұсыныстар болып жатса, біз бұл жекпе-жектен бас тартпаймыз. Мамыр айында 2025 жылдың ең үздік кездесуін ұйымдастыруға дайынбыз деген екен. Осы жекпе-жекке байланысты сіздер не ойлайсыздар? Менің ойымша, Канело ұпай санымен жеңетін сияқты. Енді не үшін олай ойлайтынымды алдағы уақытта бір 5-6 минуттық шығарылым жасап, толығырақ түсіндіріп өтуге болады. Әрине, олардың кездесуі шын мәнінде орын алатын болса, мен үшін бұл бүгінгі күннің ең үлкен жаңалығы болып есептеледі. Күндеріңіз сәтті өтсін. Қазақ бокс жасасын.